Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пеште дайындалатын сазаннан жасалған коктейль дайындайтын боламыз. Әрине коктейльницада жасаған дұрыс. Егер коктейльницаларыңыз болмаса, осылай пеште жасасаңыздар да болады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Мен әрдайым қонақтарыма осылай жасап беремін. Бәрі таң қалып сүйсініп жейді, рецебін сұрайды. Мен де сіздермен рецебіммен қазір бөліскім келіп отыр. Арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен балығымызды дайындап аламыз. Балығымды өлшеп көрдім. Құйрығы симағандықтан құйрығын мен кесіп тастадым. Сыртқы қабығын аршымаймыз, балықтың жел безегін алып тастау керек. Алдағы уақытта мен балықты қалай кесу керек екенін көрсететін боламын. Балықты астан емес, жотасынан бастап кесетін боламыз. Міне осылай балығымызды дайындап алдық. Шек-қарын тазалап, балығымызды тап-таза қылып жуып, құрғатып аламыз. Балығымыз дайын болды. Енді балығымызға маринаты тұзы жақсы сіңу үшін балығымызды осылай жиі етіп кескілеп шығамыз. Одан кейін көп мөлшерде тұзды жақсылап тұрып сеуіп, балығымызды 1 сағатқа қойып қоямыз. Тұзы жақсы сіңу керек. Сонда балығымыз өте дәмді болып шығады. Балықтың тұзы көп деп қорықпаңыздар, алдағы уақытта оны жуып тастайтын боламыз. Енді балығымыздың тұзы сіңгенше маринатын дайындаймыз. Менде орташа 3-4 бас пияз, соны ұсақтап турап аламыз. Мен осылай блендерден өткізіп алдым. Ыдысымызға салып, маринатын дайындайтын боламыз. Дайын ұсақталып туралған пиязымыздың үстіне 4 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Енді жарты чай қасық қара бұрыш, 1 чай қасық паприка, 1 чай қасық балыққа арналған приправа, 1 чай қасық сарымсақ қостым. Сіздер сарымсақты 3-4 бас қоссаңыздар да болады. Мен мына жерде сұйық май қосқаны видеоға түспей қалыпты. 3-4 ас қасық сұйық май немесе зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Балығымыз 1 сағаттай тұрды тұздалып, енді балығымызды жақсылап жуып тастаймыз. Енді 1 лимонды 2-ге бөліп, жарты лимонның соғын балыққа құйып шығамыз. Жақсы сіңу керек. Жарты бөлігін сосын қолданатын боламыз. Енді жаңағы дайындаған маринатымызды балығымызға жақсылап тұрып жағып шығамыз. Бір-екі бас пиязды осылай домалақтап турап, балығымыздың үстіне тізіп шығамыз. Пияздан кейін помидорымызды, помидордың үстіне лимонымызды тізіп шығамыз. Солай 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат бойы маринатталу керек. Сонда балығымыз пісіп шыққанда маринаты сіңіп, өте дәмді болып шығады. Егер де сразу пісірсеңіздер, маринат сіңбей, дәмді болмай қалуы мүмкін. Сол себепті 1 сағаттай тұрғаны дұрыс. Кішкене тұз сеуіп жібереміз помидордың үстіне. Помидордың үстіне лимонды қойып 1 сағаттай маринаттаймыз.
Балығымыз 1 сағат маринадталып тұрды. Енді қызып тұрған 200 градуста пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Балығымыз дайын болғанда беті осылай кішкене қызарып, әдемі болып піседі. Енді дәмі өте, тіл үйретіндей өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен талай қонақтарымды күткем, қонақтарыма ұнады, рецебін сұрайды. Дәмі енді өте ерекше болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар пікір қалдырып кетіңіздер. Арнамда көп жақсы рецептер бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Алдағы уақытта тағы да жақсы рецептер салатын боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.